Саламатсыздар ма, құрметті достар? Біздер бүгін математикадан бөлшектер тақырыбына байланысты есептерді шығаруды жалғастырамыз. Бүгін менің Диана есімді жазылушымның сұрауы бойынша 629 есепті шығарамыз. 629 есеп. Бұл бізге 3 теңдеуді берген және жауаптардың 4 вариантын берген. А 10, В 6, С 5, Д 7. Ендеше осы 4 варианттың үшеуі біздің теңдеудің жауабы болады екен. Бірінші теңдеуді шығарайық. X-тан 1 аламыз. 6,4-тен 1 x-тан 1-ді тең болады 25-тен 3. Бірінші азайту амалын орындаймыз. Ол үшін екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіруіміз қажет. Осы жерде көрініп тұрғандай x-тан 1 бөлшегін 6,4-тен 1-ге алымында бөлімін көбейтеміз. Сонда бізде ортақ бөлім 6,4-тен 1 x болады. Ендеше 6,4-тен 1 x болады бөлімі, алымы 6,4-тен 1-дің өзі болады. Аламыз 6,4-тен 1 x тен 1 тең 25-тен 3 болады екен. Ендеше 6,4-тен 1-ден 1-ді азайтамыз. Бұл амалды орындаудың екі жолы бар, бірақ біздер оңай жолы аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып есептейміз. Сонда 4-тен 25 аламыз. 1-ді бөлшекке айналдырып жіберейік, оны 4-тен 4 десек болады. Сонда жауабы 4-тен 21. Бұл 5,4-тен 1. Енді міне алымы 5,4-тен 1 бөлімі 6,4-тен 1 x тең 25-тен 3. 6,4-тен 1 x-ті табуымыз қажет. Ол үшін 5,4-тен 1-ді 25-тен 3-ге бөлеміз. Ендеше 5,4-тен 1-ді бөлейік 25-тен 3-ге. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 4-тен 21 бөлеміз 25-тен 3-ге. Ол үшін 4-тен 21-ді 25-тен 3-дің кері саны 3-тен 25-ге көбейтеміз. 3 пен 21 3-ге қысқарады, 1 қалады, мұнда 7. Сонда 4-тен 175 деген сан шығады. Бөлшек. Бұл амалдың жауабы. 6,4-тен 1 x тең болады 4-тен 175. Біз бұны бұрыс бөлшекке әзірше айналдырмаймыз. Сонымен x-ті табуымыз керек. X тең болады 4-тен 175-ті бөлу керек 6,4-тен 1-ге. 4-тен 175-ті бөлеміз 6,4-тен 1-ге. 4-тен 175 бөлеміз, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырайық. 4-тен 25. Енді көбейтеміз. Кері санға 4-тен 25-тің 25-тен 4-ге. Осы жерде 4 пен 4 қысқарады.
25 пен 175, 25-ке қысқарады 1, мұнда 7 болады. Сонда есептің жауабы міне 7 болады екен. Мұнда 1 қалды, тек қана 7 қалды. 7. Ол біздің жауаптардың вариантындағы міне D вариантына тең. Бірінші теңдеу. Ендеше достар, екінші теңдеуді шығарайық. Екінші теңдеу бізде x-тан 2 қосамыз 4,2-ден 1 x-тан 1 тең болады 9-дан 4. Енді осы қосу амалын орындаймыз. Бұнда да ортақ бөлімге келтіруіміз қажет. 4,2-ден 1 x пен x-тің ортақ бөлімі әрине 4,2-ден 1 x болады. Енді x-тан 2-ні 4,2-ден 1-ге алымында бөлімін көбейтуіміз керек. Сонда алымы, то есть бөлімі 4,2-ден 1 x, алымы 4,2-ден 1-ді 2-ге көбейтеміз. Қосу 4,2-ден 1-ден 1 x бар. Тең болады 9-дан 4. Енді 4,2-ден 1-ді 2-ге көбейтіп алайық. Бұл бұрыс бөлшек 2-ден 9 болады. Көбейту 2, 2 мен 2 қысқарып кетеді, 9-дың өзі қалады. Сонда 4,2-ден 1 x-тан 9 болады екен. Қосу 4,2-ден 1 x-тан 1 тең болады 9-дан 4. Енді міне бөлімдері ортақ, алымдарын қоса қоямыз, 10 болады. 4,2-ден 1 x-тен 10 тең болады 9-дан 4. Енді 4,2-ден 1 x-ті табамыз. Ол үшін 10-ды 9-дан 4-ге бөлуіміз қажет. 10 бөлу 9-дан 4. 10 бөлу 9-дан 4, ол дегеніміз 10-ды көбейтуіміз керек. 9-дан 4-ке кері санға, 4-тен 9-ға. Осы жерде бізде 4 пен 10 қысқарады 2-ге, мұнда 2 қалады, мұнда 5 қалады. Жауабымыз сонда 2-ден 45 болады. Ендеше 4,2-ден 1 x тең болады 2-ден 45-ке. Енді x-тің өзін табамыз. Ол үшін 2-ден 45-ті бөлеміз 4,2-ден 1-ге. 2-ден 45-ті бөлеміз 4,2-ден 1-ге. Ол үшін 2-ден 45-ті жазып аламыз. 4,2-ден 1 дегеніміз 2-ден 9. Сонда 2-ден 45-ті көбейтеміз. 9-дан 2, яғни 2-ден 9-дың кері бөлшегі. 9-дан 2. Бұл жерде 2 мен 2 қысқарады. 9 мен 45 9-ға қысқарады. 1, мұнда 5 қалады. Сонда есептің жауабы 5 екен. Бұл достар, міне бана 4 варианттың 5, яғни С варианты екінші теңдеу екен. Екінші теңдеудің жауабы екен. Ал ендеше достар, үшінші теңдеуіміз шығарайық. Үшінші теңдеуде x-тан 6 қосамыз 1,2-ден 1 x-тен 1 тең болады 3-тен 2 деп берілген екен. Енді мына қосу амалын орындаймыз. Бұл қосу амалын орындау үшін сол әдеттегідей екі бөлшекті ортақ бөлімге келтіреміз. Бұның ортақ бөлімі, мұнда x бар, яғни 2,2
То есть 1,2-1 x-қа келтіреді екенбіз. Сонда x-тан 6 бөлшегінің алымында бөлімінде 1,2-1-ге көбейтеміз. Алымы 6 көбейту 1,2-1 бөлімі 1,2-1 x. Қосамыз 1,2-1 x-тан 1 тең болады 3,2. Мына 1,2-1-ді 6-ға көбейту керек. Ол үшін бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2-ден 3 болады. Көбейтеміз 6-ға. 6 3 18, оны 2-ге бөлгенде 9 болады. Немесе былай шығаруға болады. 2 мен 6 қысқарады. 2-ге, мұнда 3, мұнда 1 қалады. 3 пен 3-ті көбейткенде 9-ның өзі шығады. Сонымен достар, мына жерге алымы 9 болады екен. Бөлімі 1,2-ден 1x қосу 1,2-ден 1x-тан 1 тең болады 3,2. Міне екі бөлшектің бөлімдері бірдей, алымдары 9 бен 1 қосылғанда 10 болады. Сонда 1,2-ден 1x тең 10 тең болады 3,2-ге болады екен. Енді бізге 1,2-ден 1x-ті табуымыз керек. Ол үшін мына 10-ды 3,2-ге бөлеміз. 10-ды 3,2-ге бөлеміз. 10-ды көбейтеміз. 3,2-ның кері бөлшегі 2-ден 3-ге. 2 мен 10 қысқарады. 1, мұнда 5 қалады. 5-ті 3-ге көбейтеміз. 15 болады екен. Міне достар, сонда 1,2-ден 1x тең болады 15. Енді x-ті табу оңай. X-ті табу үшін 15-ті 1,2-ден 1-ге бөлеміз. X тең болады. 15-ті бөлеміз 1,2-ден 1-ге. Ол үшін 15-ті жазып қоямыз да, бұрыс бөлшек жазамыз. 2-ден 3. Сонда 15 көбейту. 2-ден 3-тің кері бөлшегі 3,2. Енді мұн жерден көріп отырсақ, 3 пен 15 қысқарады. Мұнда 1 қалады, мұнда 5 қалады. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10. Есептің жауабы 10. Теңдеудің жауабы 10. Міне достар, көріп отырсыздар, үшінші теңдеуіміз шығардық. Ол А варианты. А нұсқасы бұл үшінші теңдеудің жауабы. Міне достар, осы үш теңдеуді шығардық. Бұл 629-шы есеп болды. Сіздер бұл есепті жақсы түсінді деп ойлаймын. Егер де түсінбеген немесе басқа да ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Лайк басыңыздар, біздің каналға жазылыңыздар. Біз әлі де сіздермен бірге талай есептерді шығарамыз. Ендеше достар, келесі көріскенше.